алмақшы болады. Волямен күшейтілген соққылар треблға өтпейді. Ло болса треблді тек қуыршақ деп мазақ қыла бастаған уақытта ашуланып кеткен требл әулеттің жоғарғы мүшелерінің дәрежесі фламингомен тең екендігін айтады. Бірнеше Шиго Фламингоның болашақ әулетімен танысқан кезіндегі флешбектер, біреулер фламингоны соғып тастап, требл олардан кек қайтарады да, кезек жергілікті бандаларды айырып, Дон Кихот әулеті аудандағы ең мықты банда болады. Сол уақыттарда фламинго әкесінің басымен Мэри Джоға оралмақшы болып, ойы іске аспай қалыпты. Трафальгар Ло олардың әулеттері тек фламингоның қолындағы қуыршақтар деп мазақ қылуын жалғастырғанда, требл ашуланып кетіп, қолындағы темірін Лоның аузына тығып жібермекші болады. Алайда соңғы сәтте Ло қабілеті мен қолын пайдаланып, треблдің қарнын жарып тастайды. Смайл фабрикасында лилипуттар требл жарақат алғандықтан желкелерінен бір ауыр жүк түскендей сезінеді. В общем, требл негізі өте арық екендігі белгілі болып, сол себепті соққылар тимейді екен. Требл Лоны өзімен қоса жарып жіберуді шешіп, үлкен жарылыс болған сәтте Луфи Трафальгар Лоны құтқарып үлгереді де, оны Робинға қарай лақтырып, өзі До Фламингомен шайқасуға қалады. Соққының алдында бірнеше жіпті оқтарын жіберіп үлгереді, алайда Камендиш Робин мен Лоны құтқарып қалады. Луфи оған сенетіндігін айтып қалғанда, Камендиш басында қарсы болып, Луфи деген фанаты көмек сұрап тұрса, көмектесуден басқа амалы жоқ екендігін айтады. Маншери ханшайым Лоны емдей алатындығын айтып, барлығы қуанып қалады. Бартоломео Зороның қабылдаған шешімін естіп, тәнті болуын жалғастырады. Трафальгар Лоны шетке алып бара жатқан уақытта Ло қарсы болып, Луфи бұл жағдайға өзінің кесірінен түскендіктен, Луфи өлетін болса, бірге өлгісі келетіндігін айтады. Бірден болмаса да барлығы рұқсат беріп, барлығы Бартоломеоның жасаған баспалдағымен қашып бара жатқанда, Камендиш та Ломен қалуды шешеді. Клетка жиналуды жалғастырады. Фламинго болса жібімен ауада тұрып, болып жатқанның бәрі Луфидің кесірінен екендігін айтады. Я больше никому не позволю умереть! Детка 5 құпия ашылып қалғандықтан Фламинго ешкімді тірі қалдырмайтындығын ескертеді. Юный господин принимает такие решения, не задумываясь, дорогой. Снова назвала его дорогой. Да начнется наша милая совместная жизнь. Барлығын жігерлендіре бастағанда, Зоро миға қонбайтын шешім қабылдап, клеткадан қаша бермей оны тоқтататындығын айтады. Луфи болса Фламингоны тоқтату үшін үшінші гир жеткіліксіз екендігін түсінеді де. Четвертый гир! Человек! Фламинго қартылдап үрленіп алғаның саған қалай көмектеседі деп сұрағанда, Луфи өте мықты хайуандармен шайқасқанда 4-ші гирді ойлап тапқан екен. До Фламинго 4-ші гирдің соққысы осыншалықты мықты болатындығын күтпеген болатын. NPC-лар қадалып қалған Фламингоны көріп в ахуе болады. Луфи ауалық қысымының көмегімен жылдамдығын қосып, Фламингоны айыруға асығады. Кто этот шарообразный парень? Воляны қолдануда Луфи мықтырақ болып шығады. Фламинго қаша бастайды, алайда 4-ші гирда Луфидің резеңкесі қаттырақ созылады екен. Кульверина! Луфи жеңе бастап, Фламингоның соққыларын көтенінен де қыстырмайды. NPC-лар До Фламингоның жеңіліп жатқанына в ахуе. Бірнеше ғимаратқа қадалып жатқан уақытта, осы уақыттың бәрінде қайда болғаны белгісіз Исус Берджес пайда болады да, басқаны сана деп гомо-гомо жемісі үшін Луфиді ұстап алмақшы болады. Зоро клетканың шетіне жету үшін Канжироның көмегіне жүгінеді. Фламинго біраз жатады да, жауап соққы жіберіп, дьявольский фруктарда маңайды қолдануға көмектесетін оянатын кезеңі бар екендігін түсіндіріп, ғимаратты жіпке айландырып, Луфи шаршап қалу үшін маңайына жол атпай қояды. Птичья клетка уже жақындап қалады. Бір кемпірдің қашуға әлі таусылып қалады. Дәрігерлерге ауруларды тасуға ешкім көмектеспей жатқанда, кенеттен громкоговоритель арқылы байланысқа Рика патша шығады да, До Фламингоның кесірінен азап шегіп жатқандарын айтып, бірақ Луфи деген пиратқа сенуді шақырып, бірнеше минут шыдасақ, Луфи бәрін құтқаратындығын жариялайды. Үміт әлі бар екендігі айтылған соң, бағанағы кемпір кенеттен атып тұрып, нитросын қосып жібереді. Да, бабушка, надежда есть, пожалуйста, не сдавайтесь.
Дофламинго Луфиді шаршатуын жалғастырады, бірақ сонда да соққы жеп қалып, сарай тұрған жартасқа қадалып қалады. Тұрғындардың үміт оттары жана бастайды. Ал Колизейдің комментаторы резеңке адамның турнирдағы Луси екендігін танып қояды. Ты правда сам Мугивара? Вы меня раздражаете. Не можешь остановиться? Не могу. Бұл формада секірмей тұра алмайды екен. Клетканың әлі тоқтамағаны, ол Дофламингоның әлі жеңілмегені болғандықтан, Луфи супер ударын оқтап, Фламингоға қарай ұша кетеді. Алайда соңғы сәтте 4-ші гирдің уақыты таусылып қалып, Луфи 10 минут бойы воляны қолдана алмайтындығы белгілі болады. Именно осы уақытта Берджес іске көшеді. Луфи воляны тым көп қолданып қойған екен. Вы в порядке? Нет, не подходи к нему так слепо. Мало ли о чем он там думает. NPC-лар Луфиға сенімсіздік білдіріп жатқанда, Дофламинго шайқасқа оралады. NPC-лар қаша бастайды да тек комментатор ғана Луфидің жағдайын сұрап, турнирдағы Луси екендігін және шайқаса алу үшін 10 минут керектігін естиді. Дофламинго жақындап қалып, гладиаторлар оны тоқтатпақшы болған сәтте Отправляйся в преисподнюю, Мугивара! соңғы сәтте Саба келіп, Луфиға тиісуге жол бермейтіндігін және өзі оның Эйстан кейінгі екінші братаны екендігін айтады. Берджес негізі Гомо-Гомо жемісін нысанаға алған болатын, алайда Мера-Мера жемісі де жаман емес деген шешім қабылдайды. Захват Галеона! Луфи соңғы шайқаста Луси есіммен Саба шыққанын түсіндіреді, ал артта Дофламинго жақындап қалып, тоқтатуға қалған гладиаторларды айырып тастайды. NPC-лар да паникамен қашуларын жалғастырып, клетканың қақ ортасында барлығы үйіліп қалады. NPC-лар не істелерін білмей қалады. Зоро семсерін волямен күшейтіп, Канжиро мен Кинемон Зороға көмектесуді шешеді. Смайл фабрикасы Кайрасекидан жасалған болғандықтан, клетканың жібі оны кесе алмайды. NPC жаулар тұрғындарды қауіпсіз аймаққа өткізбей тұрғанда, Маншири ханшайым жауынгерлерді емдеп үлгергендігі белгілі болып, солар көмекке келеді. Фламинго клетканың жылдамдығын арттырып, Зороның әрекеттерінен пайда болмай қалады. Алайда қалғандарына идея ұнап қалып, барлығы жабылып, клетканы тоқтата бастайды. Леоның түсіндіруі бойынша, Маншири ханшайымның қабілетінің арқасында әлсіреген жауынгерлер аяққа тұрған екен. Алайда оның қабілеті тек уақытша жұмыс істейді екен. Ты справишься, Дресс-Роуз! Сол уақытта Трафальгар Ло пайда болады да, Луфиді енді өзі қорғайтындығын айтады. 10 минуттың 3 минут 30 секунды қалады, ал клетканың толығымен жиналуына тек 3 минут қана қалды. Дофламинго қарсы шыққан гладиаторларды айыруын жалғастырады. Ребекка клетканың тоқтамайтындығын түсініп, одан да қолға семсер алып, Фламингоны өлтіру керек деген шешім қабылдайды да, жақындаған сәтте Виолетта да тура сондай шешім қабылдағаны белгілі болады. Семья Дон Кихот почти уничтожена. Будет слишком эгоистично, если не приму ответственность. В общем, қыздар Фламингомен шайқаса бастайды. Көтпеген жерден Зороның артынан Фуджитора пайда болып, дозорниларымен бірге клетканы тоқтатуға кіріседі. Фрэнки лилипуттармен бірге фабриканы итеріп, оларға да көмекке дозорнилар келеді. Бір сәтте клетка тоқтап қалады да, барлығы в ахуе болып тұрған сәтте клетка жиналуын жалғастырып кетеді. Яғни Зороның идеясы іске асуы мүмкін деген сөз. Оттолкнем птичью клетку назад! Фрэнки іске көшеді. Дофламинго мен қыздардың шайқасы нәтижесінде Фламинго әрине оларды айырып тастап, прикол болсын деп Виоланы ұстап тұрып, Ребекканы жібімен басқарып тұрып, соның қолымен Виоланы өлтірмекші болады. Прекрати! Клетка тоқтамайды, бірақ баяулап қалады. Ребекка Дофламингоның басқаруында болады. Гат есімді турнирдағы комментатор үміт әлі бар екендігін айтып, тек 30 секунд шыдасақ болды, дым қиналмастан Дон Чинжаоны айырып тастаған Луси өзі айтқандай бір соққымен Фламингоны тоқтататындығын жариялайды. Халық басында сенбей тұрады, алайда Рика патша оны құтқарушы деп атағандықтан, бұл жолы оған сенуді шешеді. Лилипут ханшайымның уақытша қабілетінің уақыты аяқталады. Словно я подарила им надежду, а затем разочаровала их. Нет. Бірақ ханшайымның арқасында NPC-лар күштерін біріктіріп, барлығы клетканы итеріп тұрып, 30-дан кері қарай 0-ге дейін санап
болады. Комментатор барлығын жігерлендіріп тұрғандықтан Фламинго оның аузын жауып тастайды. Ребекка Виолаға соққы жіберген соңғы сәтте Вот и он! Ребекканы өлтірмекші болады, бірақ Ло құтқарып қалады. Фламинго Лоның осындай екендігін көреді де, қазір соның көзінше Луфиді өлтіретіндігін айтып, волямен қорғалған Луфиға соққыларын жаудырады да, Луфиді жартасқа жабыстырып тастайды. Сосын Луфиді жібімен қуыршақ қылып алып басқаруына алған сәтте, Луфи Рейлидің өте мықты техника ойлап тап деген сөзін еске алып, соңғы күшімен 4-ші гирін қосып жібереді де, Фламингоның жіптерін үзіп тастайды. До Фламинго оған өзінің ең мықты соққысын жібергенде, Луфи да оған қарсы өзінің обезьяна царь пушка деп аталатын ең мықты соққысын жібереді. 16 святых нитей! Ай! Луфи! Луфи! Луси! Луфи до Фламингоны айырып тастаған сәтте 733-ші серия аяқталады. Видеоны соңына дейін көрген жандарға миллиондаған алғысымды білдіремін. Сәлем достар, осы видеода